Assalamu alaikum, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін етті рулет дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқамыз салып алып, оған майонезді қосамыз. Және жүркіден өткізілген ірімшікті саламыз. Тұз, бұрыш салып, жақсылап миксерлейміз. Және ұнымызды қосып, тағы миксерлейміз 1-2 минут. Дайын болған сұйықтығымызды духовкамыздың табағына құйып аламыз. Менде духовканың табағы кішкене болғандықтан 2-ге бөліп құйдым. 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге фарш, ұсақтап тұрған пияз, жұмыртқа және тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Толық суығаннан кейін салмамыз салып, фаршымызды, рулеттерімізді жақсылап ораймыз. Оралған рулеттерімізді духовкамыздың табағына салып, тағы 30-35 минут 200 градуста пісіріп аламыз. Біздің рулеттеріміз дайын болды. Мынандай сулары шығатын болса, ештеңе етпейді. Рулеттеріміз дайын болды. Өте дәмді. Мерекелік дастарханға қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.